Бесінші сынып компьютердің пайдасы мен зияны тақырыбы бойынша тапсырмалардың жауаптары. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні орыс мектептерде. 5 класс. Ответы на задания по теме «Польза и вред компьютеров». Предмет казахский язык и литература в русских школах. 78-ші бет, бірінші тапсырма. Суретке қара, олардың компьютерге не үшін қажет екенін айт, әр затқа сипаттама бер. Страница 78, задание 1. Посмотри на картинки, скажи, для чего они нужны компьютеру, дай характеристику каждому предмету. Суретте процессор, көзілдірік, монитор, кресло, колонка, тінтуір көрсетілген. На картинке изображены процессор, очки, монитор, кресло, колонки, мышь. Процессор компьютердің жұмыс жасауына қажет. Процессор нужен для работы компьютера. Көзілдірік компьютерде жұмыс жасағанда көзді қорғайды. Очки защищают глаза при работе на компьютере. Монитор бейне көру үшін қажет. Монитор нужен для просмотра изображений. Колонка музыка тыңдау үшін қажет. Колонка нужна для прослушивания музыки. 78-ші бет, екінші тапсырма. Өлең жолдарын төменде берілген ұйқасты сөздермен толықтырып оқы. Өлеңді жазып ал, жаттап ал. Страница 78, задание 2. Прочитайте стихотворение, дополняя их рифмованными словами, приведенные ниже. Запишите стихотворение, выучите его. Қажетті сөздер: көзіңді тосылма жасасын, ашасын, төзімді досына, сезімді басасын осында. Нужные слова: глаза, не трогай, пусть, творит, открываешь, терпишь, другу, чувство, давишь, здесь. Кілт сөзбен оны ашасын, тетікті жайлап басасын. Адамға қызмет ететін компьютерлер жасасын. Қорықпа досым, тосылма, ақпарат шексіз осында. Қолдана білсен тәртіппен, айналар құрал досына. Шектей біл құмар сезімді, сақтай біл екі көзінді. Компьютер кейде сынайды, сендігі ерік төзімді. 79-ші бет, үшінші тапсырма. Өлеңнің мазмұнын өз сөзімен айт. Автор компьютерді неге дос деп айтады? Компьютер балалардың төзімін қалай сынайды? Страница 79, задание 3. Расскажите содержание стихотворения своими словами. Почему автор называет компьютер другом? Как компьютер испытывает терпимость детей? Компьютер адамға қызмет атқарады. Оны кілт сөзбен ашу керек. Компьютерді дұрыс қолдана білсең, ол адамның досы бола алады. Компьютерде жұмыс жасасан, көзді қорғау керек. Автор компьютерді доспен салыстырады, өйткені компьютерден қажетті ақпаратты табуға болады. Компьютерде ұзақ уақыт отыруға болмайды, кейде шектеу қою керек. Компьютер служит человеку, его нужно открывать с помощью ключевого слова. При правильном использовании компьютера он может быть другом человека. Если вы работаете на компьютере, то вам нужно защитить глаза. Автор сравнивает компьютер с другом, так как на компьютере можно найти нужную информацию. Нельзя долго сидеть за компьютером, иногда нужно устанавливать ограничения. 79-ші бетте 5-ші тапсырма. Мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөздердің аудармасымен дәптеріне жазып ал.
Страница 79, задание 5. Запишите слова, выделенные жирным шрифтом в тексте, в тетрадь с переводом. Ақпараттық үдерісті орындауға, на выполнение информационного процесса, өңдеу, обрабатывать, талап етеді, требует, терілген, набранный, көшірмесі, копия. Ұтымды пайдаланамыз, используем рационально, зияны, вред, жүйкесіне, нервам, адам ағзасына, организму человека, көру қабілеті, способность видеть, омыртқаларының қисаюына, искривление позвоночника, шаршағыштық, әлсіздік, усталость, слабость, құмарпаздар, игроманы, тәуелді, зависимый, мінезі, характер, жоғалады, теряется, жабық әлем, закрытый мир. 79-ші бетте 6-шы тапсырма, мәтіннің мазмұнына сай ат қойындар, мәтіннен сын есімдерді табындар. Страница 79, задание 6. Дайте название, соответствующее содержанию текста. Найдите в тексте прилагательные. Мәтіннің аты компьютердің пайдасы мен зияны. Название текста «Польза и вред компьютера». Сын есімдер: ақпараттық, қажетті, сапалы, әдемі, таза, әртүрлі, тәуелді, ашуланшақ, жабық. Здесь сын есімдер, прилагательные, қандай деген сұраққа жауап береді. Прилагательные отвечает на вопрос қандай, какой, какие. Прилагательные: информативный, необходимый, качественный, красивый, чистый, разнообразный, зависимый, раздражительный, закрытый.